Сәлеметсіздер ме, құрметті өнерсүйер қауым. Қазақстан Республикасының астанасы күні мерекесі қарсаңында сіздерге қазақ астаналары атты музей сабағын ұсынамыз. Қазақстан мен қазақ хандығының тарихында 9 астана болған. Олардың кейбіреулері бірнеше жылдың ішінде ғана астана болса, басқалары ғасырлар бойы астана мәртебесіне ие болып тұрған. Әр қаланың өз міндетімен қоса әрқайсысы қазақстандық мемлекеттің тарихындағы өз дәуірін бейнелеген. Ежелгі Созақ қаласы қазақ хандығының алғашқы астанасы болып, 1456-1469 жылдары міндетін атқарған. Ол Жәнібек пен Керей қазақ хандығының негізін қалаған хандардың ордасы болып табылады. Қазіргі кезде Созақ Түркістан облысындағы шағын ауыл. Оның ортасында ортағасырлық бекіністердің қалдықтары сақталған. Сығанақ, ежелгі Сығанақ қаласының қазақ хандығының астанасы қай кезеңде болғанын айту қиындау. Өйткені бұл жайында нақты дерек жоқ. Бәлкім 15 ғасырдың 70 жылдарынан 17 ғасырларға дейін астана болған. Оның қалдықтарын Сынақ ата ауылынан солтүстікке қарай 2 шақырым жерде орналасқан. Аталмыш ауыл Қызылорда-Шымкент тас жолында орналасқан. Қаланың атауы жазба деректерден және 14 ғасырларда мұнда шығарылған монеталардың белгілі болды. Сығанақ қаласы алғашқыда 10 ғасырларға деректерде кездеседі. Ал 11 ғасырда Махмұд Қашқари оны Оғыздардың қаласы деп атаған. Бір кездері ол керуен жолдарындағы сауда қолөнер орталығы болған. Қазіргі кезде шаһардың қыш тақтайлары мен күйдірілген кірпіштерінің қалдықтары бар. Биік емес дөңдер ежелгі сәулеттік құрылыстардың дәлелі болып табылады. Түркістан қаласы, яғни яссы түркі тілдес халықтардың рухани саяси орталығы ретінде белгілі болып, 16 ғасырдың аяғынан бастап 17 ғасырдың 30 жылдарына дейін қазақ хандығының астанасы болған. Осы кезде ол ірі сауда мен қолөнер орталығы болған. Қазіргі кезде де Түркістан қаласы түркі әлемінің рухани астанасы ретінде өз қызметін жалғастырып келеді. Ташкент. Қытайдан Европаға апаратын Ұлы Жібек жолындағы ең ежелгі қалалардың бірі болған. Біздің заманымызға дейінгі 2 ғасырларда қалалық қоныс ретінде Ташкент туралы алғашқы мәліметтер шығыс дерек көздерінде пайда болған. Қазақтар Ташкентті 1586 жылы жаулап алған. Ал 1630 жылы осы қала қазақ хандығының астанасы болып бекітілген. Шамамен 100 жыл бойы қазақ хандығының ордасы қызметін атқарған. Ақтабан шұбырынды жылдарында қазақтар Ташкент қаласынан айырылып қалған. Семей қаласы. 1917-1920 жылдары Семей қаласы Алаш автономиясының астанасы болды. Семей қаласының тарихы 1718 жылдан басталады. Ол Петр I дәуірінде салынған. Ол кездері Семей бекінісі әскери стратегиялық нысан ретінде және сауда орталығы болды. 19 ғасырдың аяғы, 20 ғасырдың басында бұл қалаға Ресейдің зиялы қауым өкілдері жер аударылып жіберілген. Сол себептен де Алаш автономиясының Орынбордағы жалпы қырғыздық съезінде Семей қаласы астана ретінде таңдалған. Орынбор қаласы. Орынбор қаласының негізі 1743 жылдың 19 сәуірінде қаланған. 1920 жылдың 26 тамызында бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті мен РКФСР халық комиссарлар кеңесінің Қырғыз-Қазақ АССР-ын құру туралы декреті шықты. Орталығы Орынбор қаласы болып белгіленді. Бірақ 1925 жылы Астананы Сырдария өзенінің бойында орналасқан Ақмешіт қаласына көшірді. Сондықтан да оның атауы Қызылорда, яғни Қызыл Астана деп өзгертілген.
Орынбор облысы дербес губерния ретінде РСФСР-дің құрамына енді. Қызылорда қаласы. Ақмешіт бекінісін 1820 жылы Қоқан ханы мен Омархан салғызған. Бастапқыда ол Қазақ даласындағы Қоқан хандығының форпост ретінде болған. Қазақ автономиялық республикасының астанасы ретінде 1825 жылдан бастап қызмет атқарды. Алматы қаласы. 1929-1998 жылдары Қазақстан астанасы болған. 10 ғасырдан 14 ғасырға дейін қазіргі Алматының орнында орта ғасырлық Алмату қаласы болған. Кейін 1854 жылы орыс казактары Верный фортын салған. 1927 жылы автономияның астанасы болып тағайындалғандықтан шын мәнінде 1929 жылдан бастап Астана қызметін атқара бастаған. Қазіргі кезеңнің өзінде Қазақстандағы ең ірі қалалардың бірі, әрі мәдени орталығы болып табылады. Нұр-Сұлтан қаласы. Ақмола қаласының шексіз далаларында әртүрлі өркениеттер мен мәдениеттер тоғысқан. 1997 жылы саяси экономикалық халықаралық жағдайларға байланысты республиканың астанасы Ақмола қаласына көшірілді. Президенттің 1998 жылғы 6 мамырдағы жарлығымен Ақмоланың атауы Астана болып өзгерілді. Жаңа Астананың халықаралық тұсаукесері 1998 жылғы 10 маусымда өтті. 1999 жылы ЮНЕСКО шешімі бойынша Астана бейбітшілік қаласы атағына ие болды. 2000 жылдан бастап Қазақстанның басты қаласы астаналары мен ірі қалалардың халықаралық ассамблеясының мүшесі болып табылады. 2019 жылғы 23 наурыздағы Қазақстан Республикасының президентінің жарлығымен Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта аталды. Қазіргі уақытта Астананың аумағы 722 шаршы шақырымнан асады. Тұрғындарының саны 1 миллионнан асады. Қала 4 ауданнан тұрады. Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр. Нұр-Сұлтан Қазақстанның орталығынан солтүстікке қарай құрғақ далал көлкіде, құрғақ бозды беткейлі дала аймағында орналасқан. Қала экономикасының қарқынды дамуы көптеген инвесторлар үшін тартымды болып отыр. Қала экономикасының негізгі сауда, өнеркәсіп өндірісі, көлік байланыс және құрылыс салалары қамтиды. Шаһардың өнеркәсіп өндірісі негізінен құрылыс заттарын, азық-түлік өнімдерін шығару мен машина жасау ісі төңірегіне шоғырландырылған. Астана Қазақстанда құрылыс металл бұйымдарын пайдалануға дайын бетон және бетоннан жасалған құрылыс зауыттарын шығару жөнінен алдыңғы орынды иеленеді. Астанада 128 мыңнан астам шағын және орта өнеркәсіпкерлік нысандар жұмыс жасайды. Бәйтерек кешені жаңа елорданың басы символына, оның өзіндік бойтұмарына айналды. Өзге де бірегей сәулеткерлік ғимараттар қатарында белгілі британдық архитектор Норман Фостердің жобасы бойынша пирамида үлгісінде салынған бейбітшілік және келісім сарайын, әлемдегі ең биік шатыр үлгісінде ғимарат, хан шатыр сауда ойын-сауық орталығы, теңізден алыс орналасқан океанариум думан орталығын, Астана опера мемлекеттік опера және балет театрын, орталық Азиядағы ірі мешіт Әзірет Сұлтан мешітін, Әулие Успен Богородица кафедралық соборын, Әулие Мария архиепархиясы, Рим католиктік кафедралық соборын, Бейбіт Рахиль Хаббат Любавич синагогасын, Қазақстан орталық концерт залын, Қазақ елі монументін, қазіргі заманғы өнер музейі мен президенттік мәдени орталық ғимараттарын атауға болады. Қазақстанның елордасы елдің барлық өңірлеріндегі талапкерлер үшін тартымды орталыққа айналды. Мұнда отандық білім беру ісінің жетекшілері Назарбаев университеті, Лев Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті, Қазақ ұлттық өнер университеті,
Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы және де Астана медициналық университеті орналасқан. Бүгінде Астанада халықаралық маңызы бар түрлі форумдар, конгресстер мен өзге де іс-шаралар өтетін Еуразия кеңістігінің орталығына айналды. Соңғы жылдар ішінде Қазақстанның елордасы бірнеше рет барша әлемдік қоғамдастықтың басты назарында болды. Олар елорда әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездері, Астана экономикалық форумы және өзге де маңызды халықаралық оқиғалар тұрақты түрде өтіп келеді. Нұр-Сұлтанда Европа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының тарихи саммиті, Шанхай ынтымақтастық ұйымы мен мерейтойлық саммиттары болып өтті. 2011 жылдың басында республиканың елордасы 7-ші қысқы Азия ойындарының қатысушылары мен қонақтарын қабылдады. Ал 2017 жылы елордада Экспо 2017 халықаралық көрмесі өтті. Оған Есіл өзенінің сол жағалауында көрме кешені Экспо қалашығы бой көтерді. Экспо 2017 көрмесінің архитектуралық символына айналған көрме кешенінің орталық нысаны Нұр әлем деп аталды. Қазақстанның тұңғыш президентінің идеясымен іргесі қаланған жаңа елорда қысқа мерзім ішінде жалпы ұлттық идея мәртебесіне ие болып, жас мемлекеттің тәуелсіздігінің символына және жаһандық табысына айналды. Нұрсұлтан Назарбаев Нұр-Сұлтанның 20 жылдық мерейтойына арналған өзінің бағдарламалық сөзінде жаңа елордалық қаланың даму философиясын өте анық және бейнелі түрде айқындап берді. Еуразияның қақ ортасында салынған жаңа Астананың модернизациялық миссиясы мол. Мұнда жаңа кеңістік және координаттар жүйесі жаңа уақыт пайда болды. Бұл жалпы жаңару мен жаңа тәртіптің пайда болуына серпін берді. Бүгінде әлемге оппозиция қажет емес, үйлесім, даму және ынтымақтастық. Сондықтан елордалық шығаратын ізгілік пен қазақстандық құндылықтардың нұры бүкіл планетаға тарайды және ризашылыққа ие болады деді.